үйге көз тию бар ма? Жалпы енді көз тию деген хадис бар, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, көз тию ақиқат дейді. Бізде де қазақта сөз бар, көз тию адамды мазарға, малды қазанға апарады дейді. Сол үшін көз тию ақиқат, бұл адамға ғана тиген сияқты малға да тиеді, сол сияқты заттарға да тиюі мүмкін. Машинаңызға да көз тиеді, үйге де көз тиеді. Жалпы ол көз тию енді қожайынына байланысты ғой. Қожайыны өзі діндар болған болса, ертелі кешке дұғаларды оқып жүрген болса, көз тию әлбетте ол адамнан алыс болады. Өйткені енді адам біреу көзін тиетінін білмеуі мүмкін, туыс жарандар келіп кетеді, біреуде көз бар, біреу көз жоқ дегендей. Сол себептен адам ерте кешке дұғаларды оқып, аяттардың барын оқып, және де кешке жатар кездегі пайғамбарымыз істеген амалдарды істесе, яғни 3 рет ықылас фалақ-наст оқып, 33-тен субханалла, альхамдулилля, аллаху акбар зікірлерді айтып, ұйықтағанда тұрған кезде дұғаларды айтып жүрген болса, иншалла ол үйге көз тимейді деген үміттеміз.